Ассалаумағалейкум, сәлем барша фотошоперлер, қалайсыздар? 2017 жыл, жаңа интро, жаңа фон, жаңа сабақ. Мінекей бүгінгі біз үйренетін осы сабақ әлі ат ойлап тапқан жоқпын. Дәл осындай қылып істейін деп айта алмаймын, бірақ осының қалай жасалатынын сіздерге көрсетемін. Бұл енді көріп тұрсыздар, профиль фотоаппаратпен түсірілген. Бұл фото осы арнайы осы орманға барып, арнайы осылай киініп түсірілген фото бұл. Мінекей артқы фон барлығы. Бұл осымен жұмыс істейтін қыз, фотошоп бір қыз алдында да айтқан болатын. Енді бастайық. Мен қатты ондай фон іздеген жоқпын, жай ғана үйде стенаға мен түсіретін де адам болған жоқ, өзім өте қиын болды. Бір қыздарға айтқан болатын, бірақ та жіберген фотолары дұрыс келмеді, шыны керек. Мінекей, бұның бір несі тура алдыңғы сабақтағы сияқты бірнеше фотоларды өйстіп түсіп аласыздар. Бірінші жеңі бар нәрсемен түссеңіздер өздеріңізге ыңғайлы, кейін жеңіңізді тұрып суретке түсесіздер. Бұл жерде прикол осыда. Жеңі бар, жеңі жоқ қылып түсесіздер. Мінекей көрдіңіздер. Бірінші фотоны таңдап алам, окей. Осылайынан үлкейтемін. Үлкейтіп, тура алдыңғы сабақ сияқты бұл да. Үлкейтіп, мінекей қоюлағышты азайтасыздар. Суреттің қоюлығын, яғни түсін азайтамыз, окей. Енді полный жоғарыдағы өшіргішті көрдіңіздер, 3 нүктенің қасындағы жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Қазір тоқтаңыздар, турлап алайын. Окей, мінекей турланып алды, әлде азайтып қояйын. Мінекей тура қолын көрдіңіздер ғана, қолға жер. Өшіргішті полный до конца тіріп барлық жерін өшіріп тастаймыз. Тура вампир стайлдағы сияқты болады қазір бұл. Мінекей тағы да өшіргішті енді азайтамыз. Мынаны да азайтамыз. Енді бояғышқа қоямыз. Жанында мінекей бояғышқа қойылды. Жаңа қол тұрған жерді көрдіңіздер, примерно ойларыңызда жатталып қалды. Сол жерді ғана бояймыз. Сол жерді бояғанда бізге қол қайта қоюлағышты көтересіздер. Мінекей көтергенде осылай. Енді тура қолынан шығып тұрған сияқты қылып, енді шамалы фантазияларыңызды қосып, мінекей шет-шетін мінекей қарасаңыздар, мінекей шет-шетін тура бір қолдың арасынан шығып тұрған сияқты қысылыңқы қылып шығарасыздар. Мінекей көрдіңіздер, тура бір қолдың арасынан шығып тұрған сияқты. Окей, енді екінші фото. Мінекей мен анаған қатты ұқсап кетпесін деп басымды да ұстаған болатын. Мінекей басты да тура солай. Бірінші барлығын өшіріп тастайсыздар. Фотоның қоюлағышын азайтып, ол қоюлағышын азайтқан себебі тура мынау иық-иыққа турлап алатын, сол себеп. Мінекей, окей. Тура бұнда жаңағындай бояғышқа таңдап, бояғышпен осылай бояп шығасыздар, окей. Мінекей қазір қолдарын өшіріп алайын. Қазір қолының ұшы бар, окей. Так, окей. Ой, мен байқамай окей деп до конца басып жібердім. Менде бұл қол әлі бітпеген еді, бірақ та жоба келеді достар. Енді оған мән бермей қойыңыздар. Мен байқамай басып жібердім. Артқа кетсем бұл ұзақ уақыт алады. Сол себептен жалғастырып кете берейін. Мінекей екінші. Енді мен бұны сыртынан құшақтап тұрған сияқты қылып қол қоям қазір. Енді бүйтіп сыртынан артынан да біреу бүйтіп құшақтап тұрған сияқты қылып қоямын. Бәрі ішінен шықса, енді ол түкке қызықсыз сияқты болып қалады. Бізде мысал ретінде берілген фотода сыртынан құшақтап тұр еді. Баршасын былай сыртынан құшақтата берейін десем, ол да қызық болмай қалады. Мінекей тура солай қоюлағышты бірінші азайтасыздар. Сосын не қыламыз? Окей, бұл енді шамалы қиындау достар, сыртынан құшақтап тұрған. Өйткені фотоны сәйкестігіміз, фотоны сәл адамнан былай қарап ұстап тұрып, мінекей қол денеден сыртта қалу керек. Мінекей осыны енді тура бір арт жақтан құшақтап тұрған сияқты. Енді қазір мына жерде барша өнерлеріңізді салып, жоғары жағын мінекей қазір қолдың майысқан иық шынтақ дейді ғой, сол жерді шамалы дұрыстап жібересіздер. Мінекей көрдіңіздер. Қазір осыны біз өшіріп ұзақтатып тұрған кезде, ұзақтаған кезде мінекей тура көрдіңіздер, тура ар жақтан біреу құшақтап тұрған сияқты болады. Окей. Әртүрлі болып қалды деп қорықпаңыздар. FX-ке кіріп, міндетті түрде FX-ті қолданатын болыңыздар. Ол өйткені фотоның әртүрлілігін білдірмей жібереді. Баршасына бір түсті фон басып жібереді. Жоқ, драма болмайды, драма бұл жерде біздің қап-қара қылып жібереді. Және HDR-ді бір басып жіберіңіздер. Джокер, сосын HDR. Енді білмеймін сіздерге Джокер сай келе ма, бірақ HDR міндетті түрде. Окей. Осымен біздің фотомыз жақындап қалды, бірақ та бұмен әлі біткен жоқ. Инструментке кіріп, клонировать, в общем, соған кіресіздер. Мінекей бұл қай батырма екенін білесіздер, қай жерінен. В общем, бұны істеу міндетті емес. Мен жаңа айттым ғой, осы қолды до конца бітпей жатып, окейді басып жібердім. Сол себептен фотоның қоюлығы аз болғандықтан джемпердің арғы беті көрініп қалған болатын. Сол себептен мен қазір көшіріп шықтым. Окей, мінекей
артық фон енді анада артық фон болсын, менде жай ғана обой болып тұрғасын, енді сіздерге фон қойып та көрсетіп жібере салайын дегенім. Окей, фонды осылай үлкейтесіздер, азайтасыздар, адамды көрінеді, жоғарыда өшіргіш салып, тек қана адамның үстін өшіріп шығасыздар. Тек қана адамның үстін полный өшіріп шығасыздар. Енді бұл артық фон істеу міндетті емес достар сіздерге. Просто мен ана фотоға ұқсасын, жалпы ол фото қалай шыққанын сіздерге көрсету мақсатым. Мінекей шықты. Жан-жағы аппақ болып тұр, одан ешқандай да уайым жемеңіздер. Окей, мінекей. Бұл кезде бояғышты кистичка дейді, соны алып мінекей шетін солай бояп шығасыздар, аппақ болып тұрған шетін. Мінекей самал қоюлағышты азайтайын, әйтпесе біртүрлі бір шындыққа жанаспайды. Окей. Мінекей осымен біздің не дайын. Енді FX-ке кіріп Джокер ма біреуін таңдап жіберейік бұл жерден. Енді аса қатты ұқсамай жатса ренжімеңіздер, просто сіздерге осы фотоның қалай жасалуын көрсетіп жатырмын. Менің бар қызметім. Маскаға кіріп мынаны қоя салайын, бірақ та бұл аса қатты болады деп айта алмаймын, мен мейлі кетті. Және достар, сіздерді баршаңызды мазалап жүрген, бізде баяғыда сохранить болатын кезде, жоғарыны бассаңыздар, сохранить болатын еді, барша функциялары шығатын еді. Қазір сіздерде бір мәселе бар. Қазір көрсете салайын, мінекей осылай шығып кетіп жатыр барлығыңызда. Оның ешқандай да несі жоқ. Рисовайтқа кіреміз. Қазір рисовайтта ойын, мінекей рисовайтқа кіресіздер, жоғарыда 3 нүктені басасыздар және де сохранить изображение. Мінекей дәл осылай сақтайсыздар. Достар, келесіде сіздердің фотоларыңызды күтемін. Видеоға қосқым келеді. Сау саламатта